Мұса экс қызы аяулымды студияға шақырды. Альмира ханым сырласу бөлмеге кеткен Мұса мен Айнұрды студияға шақырды. Мұса Айнұрға сырласу бөлмесінде бар құпиясын айтып берді. Айнұр Альмира ханымға қарап тұрып, Мұсамен сөйлестім. Мұса маған барлық шындықты айтып берді. Мұсаның эфир сыртында ғашық болған қызы бар. Осы сәтті пайдаланып Мұсаның бұрынғы қызын студияға шақырғым келеді, деді Айнұр. Барлық қатысушылар мен Альмира ханым бұл ақпаратты естігенде таң қалды. Бұтябай Мұсадан бұл қыздың кім екенін сұрады. Неге эфирге шақырғын келеді, деді. Желі қолданушыларының 100% оны Агата деп ойлады. Бірақ бұл қыз Агата емес еді. Мұса Айнұр дұрыс айтты. Менің аяулы есімді қызым бар. Біз онымен жазда таныстық. Бірақ оның анасы маған қарсы болды. Бүгінгі эфирді пайдаланып аяулымды студияға шақырғым келеді. Анасынан өтініп сұраймын, қызыңызды эфирге жібер, деді. Еске сала кетейік, Мұса өткен жазда аяулым есімді қызбен жұп болған болатын. Бірақ аяулымның анасы олардың қосылуына қарсы болды. Себебі Мұсамен болған оқиғалар олардың қарым-қатынасына кедергі келтірді. Нұрсұлтан эфирде қатысушыларға үндеу тастады. Шамасы келгенше шаңырақ көтергелі тұрған жұптардың басын біріктіруге тырысу керек, деді. Бірақ Нұрсұлтанның сөзін ешкім құптамады. Естеріңізге сала кетейік, Сержан мен Арай үйлену тойына аз уақыт қалғанда жұп ретінде эфирден кеткен болатын. Қосылайық пен бір болайық жұптарынан мұндай мысалдарды көп келтіруге болады. Осыған байланысты келген жалған ақпараттар жұптарды ажыратуы мүмкін. Мұса да Нұрсұлтанның сөзіне қосылып той туралы айтты. Мұса мен аяулымға бақыт тілейміз, және әрине студияда той күтеміз.